Құрметті Асхат Қанатұлы, заң жобасы өзімізге белгілі жетекші ғалымдарға ғылыми және ғылыми педагогикалық жұмыстарды аяқтау үшін шығармашылық демалыс беру мүмкіндігін қарастырып отыр. Енді жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында, болмаса ғылыми мекемелерде қызмет атқаратын осындай ғалымдар нақты қандай шығармашылық жұмысты орындау үшін осы құқық беріледі? Бір нақты бір атап өтсеңіз. Одан кейін екінші сұрағым, егер осындай ғалымдар осы шығармашылық демалыс алғаннан кейінгі мерзімнің ішінде басқа өзге ғылыми мекемелерде ғылыми педагогикалық болмаса ғылыми зерттеу жұмыстарын қоса атқарса, оған қандай шара қолданылады? Бұл да өте маңызды мәселе. Бізде депутаттар түрлі ұсыныстар берді. Бұл жерде жаңа екінші сұрағыңыз бойынша, бұл енді шын мәнінде осындай тәуекелдер бар. Олар бір жылдық шығармашылық демалысты алып, басқа университетте сабақ беріп жүріп, онда ешқандай нәтижеге жетпейтін қауіптер болды. Сондықтан бұл норманы біз нақты белгілеп қойдық. Егер ол осы шығармашылық демалыста ғылыммен айналысып, жаңа мақалаларын шығару, әлде монографияларын шығарудың орнына жанында тұрған басқа университетке барып қосымша сағат алып жұмыс істейтін болса, онда жаңағы университетте әлде ғылыми зерттеу институтында алған шығармашылық демалысы тоқтатылады. Ол бір. Екіншіден, ол енді жаңағы бір жылдық шығармашылық демалысты алып, одан кейін жұмыстан шығып кетпеу үшін, оны енді мекеме қолдады ғой. Одан кейін 3 жыл, кем дегенде 3 жыл осы мекемеде жұмыс істеп өтеу туралы нормада енгіздік. Және үшінші мәселе, ол енді шығармашылық демалыс болғаннан кейін ол бекерден бекер берілмейді. Ол ғылыми бір зерттеу жұмыстарын аяқтау үшін беріледі. Сондықтан бұл жерде ғылыми мақалалар шығару, әлде өзінің диссертациясын аяқтау, әлде жаңағындай біз айтқандай монографияларын шығару сияқты осындай мәселелер қарастырылады. Бірақ негізгі құзыреттіліктерді, біз критерийлерді заң жобасында қарадық та, құзыреттіліктерді әр ғылыми зерттеу институты мен университеттерге беріп отырмыз. Олар өздері реттейтін болады. Рахмет.